Сәлеметсіздер құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз синхронды электр қозғалтқыштар. Жоспар электр машинасы, синхронды машиналар құрылысы мен жұмыс істеу принципі, синхронды қозғалыстың реактивті қуатын реттеу және қорытынды. Электр машинасы механикалық энергияны электр энергиясына және керісінше немесе параметрлері белгілі электр энергиясын басқа параметр электр энергиясына түрлендіретін машина. Электр машиналары электротехникада және электроэнергетикада қолданылатын электр машиналар түрлерін, конструкциясын, жалғау схемаларын және қолданыстағы физика заңдарын қарастырады. Электр машинасы туралы өз еңбектерін жазған Яковлев. Электр машиналары. Олар екіге бөлінеді: тұрақты ток машиналары, коллекторлар, және айнымалы ток машиналары, олар коллекторсыз. Тұрақты ток машиналары бөлінеді: қозғалтқыштық және генераторлық. Айнымалы ток машиналары бөлінеді: синхронды және асинхронды. Асинхронды ол тек қозғалтқыштық болып бөлінеді, ал синхронды компрессор генераторлық қозғалтқышты. Генераторлықтың өзі айқын пульсті және айқын емес пульсті болып бөлінеді, ал қозғалтқыштық фазалы роторлы және қысқа тұйықталған роторлы болып бөлінеді. Қазіргі уақытта өндірісте шығарылатын арнайы электр машиналардың түрлері көп. Мысалы, тұрақты ток энергиясын айнымалы ток энергиясына түрлендіретін машиналар, немесе керісінше автоматты реттеу жүйелерінде өлшеу, санау, есептеу құрылғыларында датчик есебіндегі жылдамдық датчигі, микромашиналар және тағы басқа. Синхронды машиналар. Синхронды машина бұл айнымалы токтың машинасы. Синхронды машиналарда ротордың айналу жылдамдығы статордың айналмалы өрісінің айналу жылдамдығына тең. Осы себептен мұндай машиналар синхронды деп аталады. Синхронды машиналар үшке бөлінеді: генератор, қозғалтқыш және компрессор. Синхронды генератор. Осы күнгі электр станцияларында электр энергиясын будың немесе гидравликалық турбиналардың көмегімен айналдырылып қозғалысқа келтіретін синхронды генератор береді. Бірінші жағдайда синхронды генераторлар турбогенераторлар деп, ал екінші жағдайда гидрогенераторлар деп аталады. Бұлар айнымалы токтың ең ірі машиналары. Қазіргі таңда Ресейде Кострома гресінде қойылған турбогенераторлардың қуаты 1200 мегаватт, кернеуі 24 киловатт, Саян-Шевченск СЭС-тің қуаты 640 мегаватт. Автономды жұмыс жасайтын электр станцияларында, алыс жерге орналасқан ағаш дайындауда, таулардағы кәсіпорындарында синхронды генераторлардың қуаты онша үлкен болмайды. Олар дизельді қозғалтқыштармен немесе газ турбиналарымен айналдырылады. Қуаты жоғары дизельді генераторлар теңіз кемелерінде қолданылады. Бұл турбогенератор ЭГВ-200Н. Оның құрылысы. Синхронды қозғалтқыш. Синхронды машиналарды қозғалтқыштар ретінде де қолданады. Синхронды қозғалтқыштардың айналу жиіліктері тұрақты, сондықтан да оларды айналу жиілігін реттеуді қажет етпейтін жағдайда немесе желі тұрақты болуға тиіс болғанда қолданылады. Синхронды қозғалтқыштардың қуаты үлкен болады. Оларды металлургия зауыттарында, шахталарда және басқа да қуатты насостарды, компрессорларды үздіксіз реттелмейтін прокат стандарттарында және тағы басқа қозғалысқа келтірілген жұмыс жасау үшін қолданады. Олардың энергетикалық көрсеткіштері өте жоғары, сондықтан бұлар іс жүзінде қолданылу облыстарында басқа электрлік машиналармен салыстырғанда бәсекеден тыс тұрады. Синхронды машиналардың құрылысы. Бұнда қозғалмайтын якорь, қозғалатын якорь, якорлық орама, қозу орама, сақина және щеткалардан тұрады. Синхронды машинаның жұмыс істеу принципі. Синхронды машинаның статорында 3 фазалы орам орналасқан. Роторда түйіспелі шығаршы және щетка арқылы тұрақты токпен қоректенетін электромагниттер орналасқан. Машинаны қоздыратын магнит ағымын тудыратын электромагниттердің орамы қоздыру орамы деп аталады. Синхронды машинаның статорының асинхронды машинаның статорынан еш айырмашылығы жоқ. Яғни 3, 6 немесе одан да көп катушкалар бір-бірімен салыстырғанда тиісті бұрыштарға ауыстырылған. Синхронды қозғалыстың реактивті қуатын реттеу. Синхронды машиналар үшін реактивті қуаттың формуласы
В1 тең болот mu1 i1 косинус фи. Синхрондук козголгучтун айналуу жылдамдыгы туракта болгондуктан, эгер кедергиси момент турактуу болсо, онда оған тең айналдыруучу момент менен козголгучтун электромагниттик кубаты да турактуу болот. Яғни Pm констант. Синхрондуу машиналарга тән бир эрекчелик коздуруу тогунун өзгөртүү аркылы алардын жиілиги беретін реактивдик кубатын реттөөгө болотундугу. Бул жагдай синхрондук козголгучтарды асинхрондук козголгучтардын жумушу үчүн керектүү реактивдик кубаттын көзү ретинде пайдаланууга болотундугун көрсөтөт. Осы максатта колдонулатын синхрондук козголгучтардын асинхрондук карымталоочулар деп атайт. Кубаты аз синхрондуу машиналар. Кубаты аз синхрондук козголгучтардын коздоо курамасы болбойт, сондуктан да оларда турактуу кернөө көзү, түтүкчелер немесе түйүскүлөр сакиналар колдонулмайт. Бул алардын сенимдүүлүгүнүн жана узак убакыт жумуш истей алатындыгынын кепили деүүгө болот. Кубаты аз синхрондук козголгучтар негизинен бир фазалуу, ал статорунун курулушу жагынан бир фазалуу асинхрондук козголгучтун айырмачылыгы болбойт. Кубаты аз синхрондук машиналардын субалы курулушу бөлүнөт: магниттүү, реактивдүү жана тустунтуктуу. Турактуу магниттүү роторлук козголткуч. Турактуу магниттүү роторлук козголткучтарда ротор магниттик катуу материалдан жасалат. Мындай ротордо бир ирет гана импульс өрүштү магниттейт. Ротор полюстөрүнүн уштамаларында кыска туюкталган жиберүү урамалары болгондуктан, мындай козголткучтун аракет этүү паркынын кубаттуу синхрондук козголгучтардын аракеттик паркынан эч кандай айырмачылыгы болбойт. Реактивдүү синхрондук козголткуч. Кээ бир кубаты аз козголгучтарды айналдыруучу моментте ротордун өзүндүк магнит өрүсү болмаса да туудурууга болот. Мындай козголгучтарды реактивдүү синхрондук козголгучтар деп атайт. Реактивдүү синхрондук козголгучтардын роторун радиустун багытында бир нече жерден тесебиде оларды балкытылган алюминий куюп бетеп тастайт. Мындай ротордун радиусунун багытында магниттик кедергиси ар түрлүү болот. Статордун айнымалуу магнит өрүсү алюминий шыбыктагы электр козгоочу күч, бул ток туудурат. Корутундулай келе, синхрондуу машиналардын жиілиги беретін коздуруу тогун өзгөртүү аркылы алардын реактивдик кубатын реттөөгө болот. Осы аркылы ар түрлүү кубаттагы машиналар жасалып чыгарылат. Кубаты аса жогору машиналарды жасоодо козголмойтун якорь колдонулат. Азыркы таңда кубаты ондогон мыңдардан ашатын машиналар белгилүү. Назарларыңызга рахмат.